Мына мен Алматыдамын, Алматының шекарасында, Бұрындай жақтамын. Бұрындай жақта шекараға келе жатырмын. Бұнда БТР қойған солдаттар жүр. Жүк көліктерінде продуктілер болса, онда продукты кіргізіп шығаруға болады. Тек планшеттер тұр, жаңа планшетпен базадан сіздің пропискаңызды тексереді. Так, ассалаумалейкум. Міне карантиніміз басталды ағайын. Бүгін бірінші күн. Көшені қараңызшы. Әншейінде мен осы көшеден жаяу өте алмайтынсың ғой, осы уақытта сағат 9. Бұл кезде былай апырылып жататын халық. Қазір қараңыз, сүнген таңертең жұмысқа шыққан кезде мына әйелім жұмысқа кетті. Жаңағы такси заказ беріп, жаңағы кете салатын ғой, бүгін такси жоқ ағайын. Білмеймін неге екен. Мүмкін таксидің бәрі облыстан келетін шығар. Такси қалада болса да, жаңағы сол таксиді айдайтын адамдардың өзі облыстан ғой. Сондықтан енді бүгін түсірем. Мұны көрдіңіз ба? Пустой қала. Движение жоқ. Көп жерлер жұмыстары тоқтатылды. Қазір міне негізгі көшеге шығамыз мына Рысқұловқа. Қараңыз міне. Дым жоқ, адам жоқ. Бар, бірақ әншейінде қаптап жүретін бұнда адам. Енді де мен ардама жазылып тұрыңыздар, мен арғарай түсірем. Бүгін жаңа блокпосттың біреусіне барып интервью алуым керек болады, өйткені қандай себептен қалаға кіруге болады, және қандай себепте қалаға кіруге болмайды, соны анықтауымыз керек ағайын. Мен барамыз, интервью аламыз жаңағы сол жердегі таможниктар деп сөйтіп айта берейік, шекара болды ғой өзі, кішігірім. Сол енді. Енді қызық жағдай ағайын, бір түрлі екен, шынын айтайыншы. Өте бір түрлі жағдай, мен өзім кішкене бір түрлі маскамен елдер көшеді. Елдің бәрі маскамен. Ол дұрыс негізі, маска тағыңыздар ағайын. Сақтанғанда қорлық жоқ, мысалы. Так, мына жақта бір камазисіміз өтіп бара жатыр, жұмысқа кетіп бара жатыр ғой. Ардақ деген камазис. Енді не? Рысқұлованы қараңыздаршы. Бұл уақытта Рысқұловада сағат 9-да. Кептелістен кептеліс, өте алмайсың, жүре алмайсың, кіре алмайсың. Сонда ағайын, мына қалада азақ қана адам тұрады ма, сонда не? Сонда қалаға не? Көбінесе бәрі чет жақтан келеді, жан жағынан келеді ма? Қараңыздаршы, қала пустой болып қалды ма? Міне қазір негізгі көшемен келе жатыр. Рысқұлов үлкен көше, бұл негізі орысша қосып қойды енді кішкене. Бұл основной көше, бұл негізі. Негізі сол основной негізгі көше. Енді қараңыздар, мына жерде таңертең қадалып, осы жақтан ары қарай кететін пробка болатын, қараңыз, пустой. Жаңа жұмысқа қарай кетіп бара жатырмыз қазір, бір саймандары алып, егер істесе көреміз қазір. Енді не? Қараңыздар, пустой қала. Мынау Алматыға бұл көлік болып есептелмейді. Бір Алматыны білесіздер ғой. Пробкадан пробка. Ассалаумалейкум қауым. Мына мысалы Бұрындай жақта шекарада жүрмін. Шекарада мұнда автобус бен әскерлер тұр, және әскерлер жүр. Тәртіп қызметшілері жүр. Енді бұнда бірақ себептен ғана ар жаққа қарай өтуге болады. Егер сізде пропискаңыз Алматыда болса, ар қарай өтуге болады. Бірақ егер пропискаңыз облыста болса, сіз қайтып облыстың адам болса шығуға болады, бірақ кіре алмайсыз деп ескертіп жатыр. Сондықтан 2 күнге дейін жеріп жатыр. Бірақ сол бірақ жағдайда, бірақ жаққа қарай өтуге болады. Сон прописканы қайтып тексереді екен, соны білмейді екен. Енді мұнда жаңағы қолдарында мұны планшеттер тұр, жаңа планшетпен базадан сіздің пропискаңызды тексереді. Егер жаңа пропискаңыз егер Алматыда келген жағдайда, сол кезде ғана бірақ кіргізеді.
Сосын жаңағы мына көліктердің ішінде, мысалы жүк көліктерінде продуктілер болса, онда продукты кіргізіп шығаруға болады. Тек қана продукты болады. Болды, қалғандарына жер кіргізіп шығармайды.